Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алғашқы Қазақстан Республикасының Конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған. Кейіннен 1995 жылы дауыс беру нәтижесі бойынша қатысушылардың 89% жаңа Конституцияға дауыс берді. Конституцияның негізі адам құқықтары деген декларацияда экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар жөнінде халықаралық фактіде, азаматтық және саяси құқықтар жөнінде халықаралық фактіде бекітілген құқықтық ережелер құрады. Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясы 9 бөлімнен 98 баптан тұрады. Қазақстан Республикасы демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет екендігі, мемлекеттің ең жоғары құндылығы адам, оның өмірі, құқықтары мен бостан екені ақталған.